хозяин өшірді. 20 миллион халықты вообще менсініп тұрған жоқ. Африка елдеріне, Бразилия елдеріне, Таджикстанға, сол жақтарға жіберіп жатыр. Телефонмен ашады. Телефонмен қазір қосып жатыр, FTP-мен. Программадан ашады. Осында минимальный заказ алу керек. Гироскутердің жаңа түрі ғой. Автомат түрі сварклейтін роботтардың үшеуі бар. Жалпы кез келген Қытай заводы ішке кіргізіп, аралата бермейді, көрсете бермейді, себебі көңілдері қалып қалған. Жаңа бірінші рет мототеуіп көрдім осы жерде. Келесі мото өндіретін заводқа келді. Бұл жақта квадроциклдер бар екен. Мынау мотоның электрический варианты екен. 70 км скоростьпен жүреді. 100 км-ге дейін батарейка таратылады. Шнур бар. И 220 ваттпен зарядқа береді. Жаңа бірінші рет мото теуіп көрдім осы жерде. Енді аяқ алысы жылдам сразу алып береді. Кішкене сұрасаңыз болды. Жалпы Қытайлар молодец, бәрі жан-тәнімен түсіндіріп, көрсетіп. Жалпы мойындау керек, өте жоғары деңгейде жұмыстар атқарылады. Өнімдері барлығы сапалы, электрасы болсын, бензинмен жүретін болсын, барлығы әлемдік деңгейге шығарып отыр. Америкаға, басқа Еуропа елдеріне, Ресейге, Қазақстанға да мысалы жоспарлап отыр. Бәрі еңбекқор, бәрі былай айтқанша. Мен жаңа сұрадым, сіздер жұмысшылардан проблема жоқ па деп. Ешқандай проблема жоқ жұмысшылардан, потому что жұмыс күші арзан, біреу кетсе орнына екінші адам міндетті түрде табылады. Орнына адамдар дайын тұрады дейді. Сондықтан жұмысшылардан проблема жоқ. Сонында бір арқасы деп ойлаймын, сонында бір септігі шығар. Яғни көп нәрсе арзанға, жылдам жасалынады деген. Яғни бұл жақта қатты мотивация, менеджмент қатты рөл ойнамайды сияқты ғой. Мотивация беріп, походу бонусный система қойып деген нәрсе бұл жақта көп ойнамайды, рөл ойнамайды сияқты. Потому что жұмысшылар жетеді, зарплата тағайындап, жұмысшыларда бір ешкіммен бір-бірімен сөйлесуге уақыттар жоқ. Сөйлесіп отқанда ешкімді көрмейсің, бәрі өзінің орнында, өзінің жұмыстарын атқарып жатыр. Конвейерная система, вот, конвейерная линия. Тып-тыныш бәрі, тып-тыныш, ешкімді көріп отқан жоқ. Тек қана жұмыс. Жалпы кез келген Қытай заводы ішке кіргізіп, аралата бермейді, көрсете бермейді, себебі көңілдері қалып қалған, алмайды, сатып алмайды деген бір сенім қалыптасып қалған да мысалы. Бірақ қазір бүгін бірінші заводқа кіріп бастадық, барлығы от душе, барлығы керемет. Көрсетіп жатыр, ашып көрсетіп жатыр, айтып жатыр, сұрақтарға жауап беріп жатыр. Ерзат Шалқар деген осындағы біздің өзіміздің таныс жігіттердің арқасында бұлар бұған қолдау көрсеткен жігіттер. Ортақ таныстары бар, білістері бар, яғни сенім бар. Осындағы жігіттердің арқасында ғана бізге қазір емін-еркін кіріп, камерамен түсіріп, барлық керек ақпараттардың бәрімен бөлісіп айтып беріп жатыр. Атақ сырттан келіп, кез келген заводқа кіріп, өзіңіз жаңағыдай сөйлесіп кету, қанша жерден қытайша білсеңіз де, қытайша білетін, жақсы білетін переводчик алсаңыз да проблема. Сауда жасап жүрген, осында кәсіпкерлермен араласып жүрген, заводтармен байланысып жүрген адамдармен ғана келіп көруге болады, байланысып. Мынау этаж толық қана запчасть, с нуля жасап қажет емес. Заказ береді,
мотор өндіретін мотор өндіретін заводқа заказ береді, крыло өндіретін заводқа заказ береді. Соның барлығын жан-жақтан заказ беріп алдыртып, осы жерде құрастырып бір брендпен шығарады. По ходу отдел продаж, план продажи, вот мен түсінуім бойынша мінекей пландар орындалып жатыр. По ходу менеджерлардың аттары или не знаю. Алдыңғы заводтан айырмашылығы, мына заводтың көп нәрсе автоматтандырылған екен. Яғни осындай роботтар жұмыс жасайды. Автомат түрде сваркілейтін роботтардың үшеуі бар. Үш бутсы былай айтқанда. Мынау мінекей. Миллион юан кетіп соған. Үшеуіне. Бұл айтады, адам замаркалаған мен автомат замаркалағанның несі айырмашылығы. Мынау бір келкі дейді, бір келкі. Бір немен кетеді дейді. Адам болса бұлай бір кет, бір ауыр. Сапасы да жақсы болады. Иә, сапасы да жақсы болады. И тез болады дейді. Адам не істейді сонда? Ана жерде мына мастер не істейді? Мастер жоқ. Бағана орын-орнына қойып береді ананы. Мына зданияның ішіндегі Америкаға шығаратын заттарды осы жерде құрастырамыз, көрсетеміз. Самокаттар да бар дейді, бәрі көрінеді. Мыналарды өндіре ма сонда? Иә, бәрін өндіреді. Осы жерде зерттеу жүргізеді, тестейді, құрастырады. Сосын ары қарай заводқа уже ары қарай. Гироскутердің жаңа түрі ғой. Гироскутер мынау. Іште орындығы ғой. Мынау рөлдері, скорості деген сияқты. Бүгін күн басталды, таңғы ас ішіп алдық. Тағы бір кешегі бізді қонақ қылған Қытай кәсіпкерлері тағы бір жерге шақырып жатыр. Келіп көріне, мына жақта да электромоторлар бар, квадроциклдар бар деп басқа бір өзінің досының, танысының заводын көрсетуге шақырып жатыр. Яғни жақсы бір қасиет бар екен де кәсіпкерлердің арасында. Өзінікі болмаса да басқа біреудікі де әйтеуір қасындағы танысыныкі, досыныкі өтіп кетсе екен, сатылса екен деген ниетпен шақырып отыр ғой негізі. Біреусі болмаса біреусінікі өтсін деген. Бұл өте жақсы кәсіпкерлердің арасындағы мәдениет деп ойлаймын. Конкуренцияны прям тікелей конкуренция деп қабылдамайды да, яғни бәрі бірге бір салада жүргеннен кейін бір-біріне атсалысады, көмектеседі. Бізге де осындай нәрселерді үйрену керек негізі. Қазақстандағы кәсіпкерлерге де бізге осындай мәдениет қалыптастыру керек деп ойлаймын. Ерзат бауырымыздың карго складына келіп тұрмыз. Көріп тұрғандарыңыздай әртүрлі заттар. Мото, велик. Мынау не товар екен? Вот, мынау сантехнический заттар. Скат осы. Мендерде, в общем, осы жерде бір адам болады, скат қарайтын. Тауар келеді, қабылдап алады, мынандай тез интернет тауарлар. Интернет тауарларды қабылдаймыз. Сосын әр клиентке бәрі өздерінің код номерін береміз. Солардың жинап аламыз, бір өзінің упаковка жасап, ан жаққа барғанда шатаспау үшін, жоғалмау үшін сөйтіп жасап жіберіп береміз. Ал басқадай көп тауарлар болса, өздерінің код номерлері болады. Код номерлеріне қарап жібереді, соған қарап жібере саламыз. Жалпы Ю қаласы орталық қой, сауданың орталығы. Біраз заводтарға ыңғайлы бір ортада тұрған қала болғандықтан заводтан Ю қаласына келеді, яғни осы складқа келеді, каргоға келеді. Потом ары қарай осы жерден упаковкалеп ары қарай уже Қазақстанға, басқа елдерге, заказчиктерге жіберіледі екен.
тек қана Қазақстан емес, Өзбекстан, Қырғызстан, жаңағы Ресейге де жеткізумен сатқан Ерзат. Жалпы сенімді карго, сенімді бір ортадағы адам, сенімді поставщик іздеп жүрген болсаңыз, мінекей Ерзатқа байланысты өтсеңіз болады. Өте сенімді. Біраз уақыттан бері өзімде жұмыс істеп келе жатырмыз. Біраз кісілермен жұмыс істеп келе жатырған сенімді поставщик былай айтқанда. И 10-15 күнде даже керек болса үйіңізге дейін жеткізіп беремін деп отыр. Кешелі бері Қуандықтың поставщиктерімен кездесулер ұйымдастырып жатырмыз ғой. Осы заводтың жаңағы басшыларымен деген сияқты. Қуандық айтады, келгелі бір $50,000 проблемасын шештік дейді. Шындығында дистанционно байланысқан кезде неше түрлі түсініспеушіліктер болады міндетті түрде бәрі. Мысалы, менеджерлермен байланысады, менеджер оны басшысына жеткізбейді. Басшысымен байланысқан кезде басшысы менеджеріне жеткізбей қалады, сондай нәрселер, нюанстар болады да. Келген кезде бір столдың басында отырып, менеджері бар, басшысы бар, директоры бар, бәрі бір жерде отырған кезде проблеманы нақты шешуге болады. Алдағы уақытта сізде мысалы дистанционно қытайлық заводтармен, қытайлық бір кәсіпкерлермен жұмыс істеп жатқан болсаңыз, сізге де бір рет келіп кету керек негізінде. Келіп кеткен кезде көптеген мәселені бір столдың басында отырып шешіп тастауға болады негізінде. Соны ескеріңіздер. Сосын ол келгеннің өзі де бір серьезность танытады ғой, ол адам маңыздылық береді да ана кісілерге де. Бұлар келді, енді бізден де басқа конкуренттерді көру мүмкін, байқау мүмкін деп, олар да мысалы сіздің ығыңызға жығылуы мүмкін деген, жағдай жасауы мүмкін деген сияқты. Әйтпесе олар ойлайды, олар алыста жүр, білмейді, бізден басқа ешкім жоқ екенін, ешкім бар деп ойламайды деген сияқты. Олар басқаша сізге былай айтқанда қымбат бағада ұсына беру деген мүмкін, возможно, былай айтқанда. Келесі өндіріске келдік. Сіздерге сатылатын заттар негізі осы жерден шығады дейді. Бір здание, бір завод, бір здание, бір завод. Замок жасайтын өндіріске келдік. Арзан түрлер, арзан нелер сатып алатындар, оңай сатып ала береді, бағасы қымбат. Сондай өндіріс қылатын заводтар. Ақылды замоктар ғой? Иә. Ақылды кілттер. Карточка. Карточка. И сосын бетпен ашуға болады. Face ID. Былай бетпен. 能链开锁 APP Мына бетпен ашу, APP-мен ашу, WeChat бар. Одан кейін Wi-Fi бана APP арқылы бір пароль, бір ретке істететін, бір ретке ашуға болады, жасап беруге арналып болады. Круто. Қазір өзінің несінде заводындағы орнатып қойған телефонмен ашады. Телефонмен қазір қосып жатыр APP-ді. Программадан ашады. Уже ашылды. Барлық жерде конвейерный система и барлық жерде жаңағындай сборкой, яғни основның сборкамен айналысады. Компания программа құрастыру, инженерлері тек қана операционный, яғни IT жағын ғана құрастырып жасап отырады. Қалған корпус бола ма, запчастар бола ма, жақтан бәрін алдыртады. И завод тек қана құрастырумен ғана айналысады.
жоқ тұрғандар. Мынау қозғалатын конвейерлік система. Ал жақтан бастап анаға кісіп бастап қалып жүреді. Бері қарай ақырын келіп отырады. Кезек-кезекпен өзінің әрқайсы ең артына үшінде болады. Мына жерден өтіп болғаннан кейін ең артынан бір адам тексереді. Бұл енді просто аппарат мына жерден понттарын орнатып береді. Адамнан тез орнатып береді. Bir коробкаға 10 штук. Осында минимальный заказ алу керек. Ну, 16 миллион, 18 миллион 200 мың. 1000 штук. 18 миллион 200 мың теңгеге 1000 штук замок алуға болады. Полный комплектацияда. Неге примерно мынау? Bir коробкада қанша дедім? 10 штук. Мына жерде 10 коробка. Иә, мынау 100. Иә, 1000 штук, былай айтқанда осыдан бір поддоннан 10 керек қой. Производство 15 күнде дайын болады. Предоплата қанша болу керек? 100%? Қанша? Тауар шыққаннан кейін алып кететінің алдында полный төлеп қоясыз. Примерно 1000 штук неге замокқа, умный замокқа 18 миллион 200 мың теңге. Тек қана замоктың өзінің бағасы шығып тұр да жаңа. Бұл толық комплектацияда Face ID бар, эпилак кодпен басқару, басқасын басқа деген сияқты, распечатка деген сияқты. 18 миллион 200 мың. Оның 30%-ын төлеу арқылы сіз заказ бере аласыз. Дайын болғаннан кейін қалған суммасын төлеп, былай айтқанда заводтан алып кетуге болады. Сосын жолының ақысы бар. Ол бөлек кішкене, ол қатты қымбат емес та мысалы. Ханчжоу қаласында бұның негізгі операционный чип карталарының барлығы сол жақта жасалынып, мына жерде тек қана производство, яғни цех, құрастыру, сборка. Заряд батарейкасы отырып қалған кезде кілтпен аша бересіз. Мана басқа нәрсенің бәрі істемей алады. Жылына 600 мың умный замок өндіреді екен. Среднем, да, былай айтқанда. Таиланд, Ресей, басқа да елдерге өндіріп жатыр екен. Квадратметр 2000 площадка, квадратметр менің көз мөлшерім бойынша. И сотрудниктер бір ары кетсе, бір 20-сы жүрген шығар, ары кетсе. Офисімен қосқан кезде. И осындай цехта 600 мың жылына кілтті өндіріп, әлемнің түкпір-түкпіріне таратып жатыр. И қолжетімді бағада 280 юан, оның 1000 штугы, минимальный заказ 1000 штук, 280 мың былай айтқанда юан болады, 1000 штугын, он примерно 18 миллион 200 мың теңге болады екен, теңгемен шаққан кезде. Мына қатардың барлығы заводтар қатары тізілген. Біз қазір келесі бір өндіріс орнына бара жатырмыз. Негізінде бұл кісілер, яғни завод басшыларының барлығы әбден көңілі қалған, жалыққан негізі. Көрсетуден, айтудан, түсіндіруден, ішкі таныстырудан, қосымша ақпарат беруден. Бізге көрсетіп жүрген себебі, бізге емін-еркін біз басшыларымен кезігіп, емін-еркін сұрақтарымыз қойып жүрген себебіміздің бірден-бір себебі ол сенім болғаны. Біздің ортада Ерзат бауырымыз сияқты жүргеннен кейін солардың достарының арқасында, солардың таныстарының арқасында, соның сенімнің арқасында біз қазір емін-еркін жүріп, осы жерде танысып жүрміз. Біраз өндіріс орындарын аралап жүрміз да, негізінде. А так қазір ешқайсы заказ беріп отқан жоқпыз, ешқайсымен келісіп шарттасып отқан жоқпыз, просто келіп көріп ақпарат алып жатырмыз. Енді бір-екеуімен ғана келіскен шығармыз, а так көбісімен әлі нақты жұмыс жасаған жоқпыз, тек қана ақпараттандыру болады. Ол сіздер үшін де бір пайдалы ақпарат болады деп ойлаймын бұйырса да. Сондықтан ертең өздеріңіз келіп жатсаңыз да, өзіңіз ойлап қалмаңыз да, келіп айтқанда емін-еркін бәрі ашық тұрады екен, есігі тағысын тағы деген сияқты ақпараттар ол ойдан аулақ болу керек. Потому что бәрібір ортада бір сенімді адам болмаса, таныс адам болмаса, бәрібір кішкене қиындау. Тағы бір кәсіпорынға, өндіріс орнына келдік. Электро велик. Велик қой былай.
100% Жол попка жасалған немнесі. Комплектация. Нет, жоқ. Жабдықтандыру. Жоқ, сізге жіберетін кезде жиналады. орын алмас үшін ғой, жолын орын алмау үшін,你如果常规包装，比如说他们日里装箱只能装个110，但是 жасап қойған просто ролым бар, 113 қана бір контейнерге сияды. 但是如果那种最小包装能装200多。 ең кішкене андай бәрін көп жерден шашып тастаса бір контейнерге 2-3. бірақ оны клиент өз барып айтып құрастыра алмай ма? Жоқ, айтып беретін адам. Завод деп барған жеріміздің барлығында бір алып батқан көп адам жоқ. Ары кетсе бір 10, 15, 20 адам жүреді. Мына жерде вообще аз адам жүр мысалы. И бұлардың завод дегендері көбінесе құрастырумен айналысады, яғни сборкамен. Бұл өте дұрыс шешім негізінде. Арзанға түседі, жылдамырақ болады деген сияқты. Қалған заттардың барлығын, запчастардың барлығын складтарға әкеп жинап қояды осылай. Заказ беріп жан жақтан. И осы жерде құрастырады. Дизайнмен айналысады. Құрастырады да тексеріп, ары қарай уже продажаға шығарып өтеді басқа елдерге деген сияқты. Вот мынау жаңадан шығып жатқан бір модель сияқты электрический тоже велик. Әдемі сырт көрінісі, бірақ толық құрастырылмаған сияқты әлі. Сосын тағы бір байқаған нәрсе, бағасы қанша деген сұраққа ешқашан тікелей жауап бермейді. Өзінің заказыңа байланысты, сұранысыңа байланысты, қандай километраж жүрген қалайсыз, қанша рет қолданғанына қалайсыз. Яғни сіздің ақшаңызға байланысты любой каприз деп тұр ғой. Арзан төлесеңіз, арзан мотоцикл шығарып береміз. Қымбат төлесеңіз, қымбат мотоцикл шығарып береміз, қарайсыз. Қандай қалайсыз деген сияқты сұрақ қояды да. Жалпы қанша теңге тұрады деген сұраққа ешқашан тікелей жауап бермейді екен. Тасымалда арзанырақ болу үшін, оңай болу үшін құрастырылған толық өнімді қайтадан шашып, упаковкалау керек болады, ықшамдап. Чтобы объем алмау үшін, орын алмау үшін деген сияқты тасымалдау кезінде. Ал объем көп болған сайын тасымалдың құны өсе береді. Сондықтан кейбір өнімдерді, мінекей, осы өнімдерді қайтадан шашып, ана жететін жерге жеткеннен қайтадан құрастыру керек болады. Сол қазір бізге қайтадан құрастырудың жөн жосығын көрсетіп жатыр. Былай мына орын мына жерде тұрады, мына нәрсе мына жерде тұрады деген сияқты. Соны жігіттер видеоға түсіріп алып жатыр. Ал осындай телеком жүретін болса, ол кезде қымбатқа түсіп кетеді жолының ақысы деген сияқты. Себебі орын алады ғой, объем алады деген сияқты. Әрбір өндіріс орнында осындай бір вентиляторлар тұрады, үлкен-үлкен. Бірнешеуі, онсыз болмайды сияқты. Бұл жақта күн ыстық. Мынау кішкене болсын жұмысшыларға көмек қой, кәдімгідей көмек. Салқындатып тұрады помещениені. Ал жағдай барлар қымбат крутой компаниялар, ол кондерлар қойып тастайды барлық жерге. Цехы болсын, производствосын барлығы өндіріс орнына деген сияқты. Кезекті өндіріс орнына келдік. Есік шығаратын завод, темір, ағаш есіктері. Бұл завод әйел адамның заводы екен. Масштабын көреміз қазір. Қаншалықты. Мынандай түзу, или мынандай ою қыласыз, мынандай басып береді. Шикізаттар мынаны бағана сізге қандай размерде керек, соған кесіп сосын бағана есіп. 旁边是有颜色的。 Цветі бар, өзіңізге байланысты. Қандай цвет аласыз, бәрін заводта. Бағанағы шикізат шығаратын заводтан алып келеді.
对对，四周是这个入口。 төрт жағына осындай қояды. Төрт бес сағаттан кейін осы болғаннан кейін упаковка жасайды болды. Бұл үйдің ішіне кілттерші. Кілттерін қоймайды бұлар. Бұлар просто есік шығарады. Кілттерін басқа жерден алып өздеріңіз орнатады. Мына дайнек болады. Көрініп тұратын есік. Мынау хозяин осы жерден. Қазір бұлар айтады, бізде осындай аппараттан 40-тай бар дейді. Ресейдің ондай аппараттар бар. 每天的产量是多少？ 每天产量，如果是最高产量达到3000。3000. Күніге 3000 штук. Круто. Қай жақтарға поставщик негізгі? 最多的销往国家是非洲和南美洲这边。 Африка, сосын бағанағы Баши деп қалай футбол жақсы деп етін Бразилия? Таджикстанға. Тәжікстанға да көп кетеді. Супер. Күніне 3000. 3000 штук. Сол 40-тай аппарат бар дейді, бағана кесетінен келген. В общем, бәр жерде ана жақта кесіп, бағана корпустарын деп қойған жерде құрастырасыз бағана. Енді бар әртүрлі неде, размерде, әртүрлі нелер Общий площадь қанша екен? Мына жердің ауданы? Фонды такая面积吗？大概6000。 6000 квадрат.就1楼是6000，楼上还是Мынау. Бірінші этажы 6000, үстін алып қоспады. Екі этажы бар. 6000 квадраттық площадьта ауданда бір әйел кісі күніне 3000 есік шығарып жатыр. Вот, мына әйел кісі. Ойлап қараңыздар. Автомат түрде 40 станок бар екен ана жерде. Күніне 3000 есік. Бөлмелерге арналған есіктер ғой, енді сыртқы есіктер емес, қатты сапасы анау айтқандай емес, мен жаңа көріп отырмын. Бірақ енді үйдің ішіне бөлме арасында жарайды. Бөлменің арасында жарайды. Африка елдеріне, Бразилия елдеріне, Таджикстанға, сол жақтарға жіберіп жатыр. 装到门上面的。要装到门上面。我们会给你装在门上面。 Дері салып береді. Бірақ мына басқа заводтан алып келеді. Салып береді. Бір қалыптармен үстіндегі фотолары нелерін оқсақ, сіз өзіңіздің негімен меға мұндай керек дейтін болсаңыз, ол кезде бір $1000 өзіңіз жасатуыңыз керек. Не берсек болады дейді. Сізге баға мұна $1000 дизайн жасатады. Ортасында ғана кішкене болса, ал үлкенірек және көбірек болатса, ол және қымбат болуы мүмкін. Түсінікті. Заказ қабылдайтын болса, минимальный штук қанша заказ қабылдайды? Тебе еще теңден тагай дешево, пушо и торта. 一般都是一个会Bir konteynерден басталады. Бір контейнер. 如果你只是像亚米的，可以做个100套也是 OK 的。 Мен енді просто көрем, образиге көрем десең, 100 штук алып көрсең де болады дейді. Масштабтың деңгейі енді мен айта алмаймын, енді өте үлкен. 6000 квадрат метрде бір ғана продукт шығып жатыр, есік. Замоктары сырттан заказ беріледі, шикізаттар мына жерде бәрі тізіліп тұр. Дизайн жасайды и тек қана станоктармен автомат түрде пресстеп адамның күші минимальный мына жерде, адамның жұмыс күші минимальный жасалады. И осының барлығын жап-жас бір қыз басқарып жұмыс істеп отыр. Жақта дайын тұрған есіктер екен. Сондай берсе, мыналарды барғаннан кейін өзіңіз бана есіктің сыртына қоясың да, өстіп жасасаңыз. Бір контейнердің ішінде 900 штук болады. Мынау емес, есікпен білемін ғой. Мыналар профильдері қасына қосып келеді. Сыртында қамға жабыстырып.
осындайда осы жіберсек 900 дейді. Ал бұны сізге бағанда бәрін жасап беріп, сіз барғаннан кейін тұрады, ол кезде азырақ болмайды. Сыртынан ұстаған кезде ағаш есіктен айырылмайсыз. Ағаш есікті әдемілеп бояп қойған сияқты. На самом деле бұлардың барлығы ағаш емес. Кәдімгі пластик, қаңылтыр, темір. Біздің базарларда толып жүрген есіктер ғой негізі. Осы жақтан шығатын болып тұр ғой. Минимальный заказ бір контейнер, короче. Арзандары болса 100 неше мың юанның ішінде болады, үстінде болады дейді да. Қымбаттар болса оған 200 мың юаннан жоғары болады. Бір контейнер. Бір контейнер. Бұл есіктің санымен есептеспейді, контейнермен есептесетін болып тұр ғой, да? Жоқ, есіктің қымбаттығы, арзандығына байланысты болып тұр. Арзан есік алсаңыз 100 неше мың юан, 20 мың долларға бір контейнер алуыңыз мүмкін. Ал енді қымбатырағын алсаңыз 30 мың доллар. Менде сондай ой болған, мен бірақ селбесетін адам болса, или болмаса соншалық керек болса, бұл зат мен барып қойсам болады деп. Я, бірақ мен жан санына қараймыз, сіздердің Қазақстандықтың маған айтты, қанша миллион? 22 миллион. 20 миллион десем, ол аз дейді. 100 миллионнан жоғары қаратай болса, ойласып көрсем болады. Ал бағана кішкене мемлекеттер бар, олар 100 миллионнан жоғары қаратай адамдардың сондай жерге барса. Ол енді бұл айтады, айына бір күніге, или болмаса бір аптада бір-екі контейнері ғана шығып асса, ол жердің бірігісеуді айтып отыр ғой. Ал бізге мысалы отдельно бір-екі установканы апарып орнатып, обучать етіп кетіп қалу үшін. Ол сол кезде пайдасы қаншылық болады ондай қысқа? Жоқ, ол мысалы шикізат өзіміз алып тұрамыз бұл кісілерден. Мысалы и просто келіп оборудованиесін қояды, үйретіп беріп кетеді. Бір разовый ғана төлейміз, сосын шикізатын сатып алып тұрамыз. Оны қалайсыз? Енді бағанағы мына үстіндегі несін басу үшін гүлдері мынандай әдемілік басатын бар ғой, ең бірінші тұрған аппарат сол ғана қымбат болып тұр, 300 мың, 400 мың юанға болуы мүмкін. 300-400 мың юан? Юан, иә. Примерно 70 мың доллар. 70 мың доллар, 60 мың, 70 мың доллар. Ал одан кейін басқа аппараттар арзан дейді да, 10 мың юандықтар бар, 1500 доллар, бағанағындай қалған аппараттар 500 доллар, 1000 доллар деген сияқты сондай аппараттар болады дейді. Ал енді бағанағындай сіздегідей ой болса дейді да, өздері адам жіберсін, біз үшін үйретсек болады дейді. Ал бізде де өзімізде инженерлер аз дейді, осы сізге жіберіп беріп істеуге де болады дейді. Мағанағындай сіз үйреніп, сосын біз сізге шикізатын жіберіп беріп істейміз. Тамаша, шеше. 20 миллион халықты вообще менсініп тұрған жоқ. Мен айттым енді осындай производствоның кіші форматын бізге барып орнату жағын сұрастырсам, бірігіп істейтін болсақ, ешқандай тиімділігі көріп тұрған жоқ, потому что 20 миллион халық өте аз, ол өте тиімсіз біз үшін деп отыр. Ал жарайды, бірігіп істемей-ақ просто үйретіп бересіздер ма деп сұрайтын болсам, келіп үйренсеңдер болады, шикізатын одан кейін сіздерге жіберіп отырайық, беріп отырайық, сатып отырайық дейді. 20 миллион халықты біздің қазақ елін вообще мүлде менсініп отырған жоқ. А так, бір аралап шықтым, цехты, производствоны, бір алып батқан дүние жоқ. Автоматтандырылған, жаңағы станоктар қойылған, адамдар үйретілген. Все, без проблем. 3000 дана 60 адаммен шығарады екен күніне. 6000 квадрат метр жерде бір әйелдісінің басқаруымен. Оны істеп отырған бізде істеуге болады, проблема жоқ негізінде. Үйреніп алып. Қалып басады, яғни формасын басады дизайнымен. Ол бір астана керек оған, одан кейін размерлерін кесіп реттеп, уже пресстеп, арасына арзан шикізат қойып, пресстеп шығара береді былай. Жаңа тағы бір вариант ұсынып отыр.
тек қана мына клейін арасындағы қағаздарды, сосын мына сыртқы формасының өзін біз жіберейік дейді. Сіздер өздеріңіз құрастырып алып істесеңіздер де болады дейді. Олай да вариант айтып отыр. Яғни ол үшін пресс дейтін аппарат керек. Пресс дейтін аппарат ол 10.000 юан, 60.000, 10.000 юан, 65.000 ба? 650.000 теңге, яғни 650.000 теңгеге бір аппарат, станок бар, пресслеп беріп отырады. Тек дизайн барлығын, формасын барлығын осы жақтан жіберіп отырады. Олай да жасауға болады. Тағы бір вариант тоже. Тағы бір есік шығаратын зауытқа келдік. Сырт есіктер. Темір сыртқы есіктер жасайтын заводқа отдельно бөлек келдік. Система то же самое. Шикізаттарды сырттан алдыртады. Тек қана корпусын құрастырады, темірін құрастырады, дизайн жасайды и пресстеп уже дайын есіктер шығара береді. Мынау автомат түрде сваркалайтын робот сварка. Күніне 200-ден 300-ге дейін, 400-ге дейін есіктер шығарады екен, темір сыртқы есіктер. Енді жалпы Африкаға көбірек шығарады екен. Почему-то барлық заводтар Африкаға көп. Африканың халқы көп болатын болып тұр ғой. Заводтың хозяйны жоқ, менеджерлары ғана болғандықтан біз басқа елге мысалы өндіріс орнын ашу жайлы, қанша теңгеге ашып беру жайлы сұраққа жауап бере алмайды. Қанша тұрады аппараттар, оның бәріне жауап бере алмайды. Қазір тек қана жұмыс барысымен таныстық. То же самое система. Шикізаттар алады, сырттан дайын бір өнімдер алады. И бұл жерде тек құрастырады, пресстейді деген сияқты. 32 миллионнан астам халқы бар екен. Көшеден жүріп бір-бірімізді танып отырық. Қытай осы жер саналады. Сауда-саттық, производство барлығы осы жерде жақсы дамыған. Мынау барлығы базар, жалған партиған. Тут даже базар. Енді бұны телефондардың жаңа базарын араладық. Айфондардың бағаларын көрдік. Әлдеқайда салыстырмалы түрде арзан.